Тағы да бір аранжировка жасап көрейік. Яғни бит оңай трэп стилінде. Бірінші проектті сақтап алайық. 4 Pro. Және темпті шамамен 140-қа қойайық. Ең бірінші жаңадан трек ашайық. Бұл жерде фильтр бөліміне Resample Insertке қосамыз. Бұл Reaper'дің сэмплері. Қалаған бір бочканы таңдайық. Ол үшін Explorer'ды ашамыз. Өзіміздің сэмпл папкамызға кіреміз. Мысалға мен Fa диезде трэп стилінде бит жасағым келіп тұр. Ол үшін Fa диез бочкасын тауып алайық. Ұмытпай, Tempo Match on'ды өшіреміз Off-ға. Мысалы, маған осы бочканы алып тұр. Оны мышканың сол жақ бөлігін баса отыра Resample'ге алып келеміз. Resample'ге. Және де Alt-ті баса отыра мышканың сол жақ кнопкасымен MIDI файл жасаймыз. Оның ішіне кіреміз. Қалаған бочканың суретін салып шығамыз. Ол үшін метрономды қосайық. C. Тағы да трек ашайық. Оған да Resample'ды жүктейміз. Және Explorer'ды ашып, Snare таңдайық. Немесе Clap. Clap'ті MIDI варианты арқылы жасауға да болады. Немесе аудионы әкеліп қоя салуға да болады. Кімге қалай ыңғайлы? Бочкамен де қолданғанда да сондай вариант жасасаңыз болады. Бочканы өзгертейік. Келесі Head таңдайық. Pad болса, яғни MIDI клавиатурада басатын ойнайды. Сонымен де ойнауға болады. Бұл жерден біз режимді нотқа өзгертеміз. Яғни біз hi-hat'тың тональсын өзгертеміз, pitch'ін. Pre-roll before recording алып тастайық. Осы жерге head'ті жазып шығайық. Бастапқы тональсын тауып алайық, head'тің. Шамамен до. Бірінші head'ті 1/8-дікпен жасап алайық. Head'ті арман қарай түрлендірейік. Ол үшін біздің grid'ті сетканы 1/16-лыққа әкелуге болады. Сетканы 1/32-лікке де апарсақ, 64-ке де апарсақ болады. Бірінші 32-лік таңдап алайық. Және 64. Осы жерге де салып көрейік. Head'ті одан әрі түрлендірейік. Ол үшін төменгі тональске түсуге болады. Мысалға осылайынан. Және де бұлардың велосипедімен де ойнауға болады. Alt-ті басып отыра
Клэптің дауысын басайық. A. Тағы да сэмплдер қолдануға болады, немесе луптар. Мысалы, hi-hat loops. Бізде темп 140. Керек емес бөлігін алып тастайық. Және head'тің дауысын басайық. Мысалы, бірінші head'ті солға панорамирование жасауға болады, екінші head'ті оңға. Head'тердің дауысын басайық. Мысалы, маған head'тің дауысы ұнап тұрған жоқ. Сондықтан сэмплерге кіріп, бұл жерден head'тің сэмплін өзгертуге болады. Келесі бір инструмент қосайық. Келесі біз өзіміздің жасаған айтымдерді екіге көбейтейік. Және сэмплдің дауысын басайық. Сегіз жүз сегіз таңдайық. Уақытша осы 808 сэмплін ала тұрайық. Ұнамаса өзгертеміз. MIDI файлдың ішіне кіреміз. Мен қандай пианинода, қандай клавиш бассам, бірақ 808, бірақ тональностьте тұр, бірақ нотада. Ол үшін сэмплердің ішіне кіреміз. Sample ignore MIDI note режимін нот семитонға ауыстырамыз. Енді бір рет басып көрейік. Қарап отырсаңыздар, мен жай бассам да сэмплдің барлық бөлігі бірге ойналып тұр. Ондай болмау үшін біз open note offs'ты басамыз. Басқан кезде, жіберген кезде нотада жіберіледі. Тональностьке байланысты MIDI'нің суретін салып алайық. Шамамен 808-дің MIDI файлын жазып алғаннан кейін, бұл жерге glide эффектісін жасап көрейік. Ол үшін reassemble'ға кіреміз. Және де бұл жерде Note of Release Override-ті галочка қоямыз. Және партаменті ғана примерно 16 немесе 26 миллисекундқа шейін созайық. Сол кезде бізде осындай эффект пайда болады. Және де осы MIDI файлды көшіріп қойайық. Егер сізге таңдалған сэмпл ұнамаса, келесіне ауыстыруға болады. Мышканың колесосымен астыға түсіп, жоғарыға түсіп. Бірге контекстте тыңдайық. Бочкамен басты бірге тыңдайық. Ең бірінші тексеретін зат ол фаза. Фазасын тексеріп көрейік. Фазаны кері айналдырамыз. Қосайық. Мен үшін фазаның инвертация жасалған варианты осы сэмплдерде жақсы жұмыс жасап тұрмын. Келесі,
бочка мен біздің 808 бір-біріне конфликт болмау үшін частотный сайдчейн жасайық. Ол үшін не істейміз? 808-дің инсертіне кіреміз. Rear компрессор тауып аламыз. Rear компрессорды ашқаннан кейін пресеттің ішіне кіріп ISMA сайдчейн таңдаймыз. Және бочканың раутингін ұстай отыра плагиннің үстіне алып келеміз. Бұл жерде ештеңе қозғамаймыз. Тек қана threshold'ты түсіруімізге болады. Сайдчейннің қызметі бочка ойнап атқан кезде біздің 808 бас сол жерде жай громкостьта ойнайтын болады. Мысалға компрессорды өшіріп көрейік. Енді қосамыз. Байқап отырғандарыңыздай, бұл жерде бочкаға 808 ешқандай кедергі жасап атқан жоқ. Бұл бірінші нұсқауы, және екінші нұсқасы бар. Бұл Track Spacer деген плагин. Сіздерде болса, қолдансаңыздар болады. Бұл Reaper'дің штатный плагин емес. Track Spacer'ды ашамыз. Track Spacer'ды ашқаннан кейін, дәл жаңағыдай routing тұстаймыз да, плагин үстіне апарамыз. Автоматикалық түрде бізде сайдчейн болады. Бізге тек қана керекті бір герцті алайық. Мысалға 120 герцін, немесе әртүрлі 200, 150, және де ratio'ны азайтамыз. Бұл сайдчейннің, Reaper'дің сайдчейннің артық жері белгілі бір аумақты ғана, мысалы низкий частота 200 герцтен төмен, сол жерге ғана сайдчейн жасалынады, қалған частотына тимейді. Осылай қалдырайық. Клэпке кішкене рум беруге болады. Бұл өте көп. Так, драйвөтті азайтамыз. Тағы да. Низкий частотасын қиямыз, және высокийін тоже. Декейді азайтамыз. Драйвөтті тағы да азайтайық. Жеткілікті. Қалғаны енді өзіңіздің фантазияңыз. Мысалы, мына жерде бұлай жасауға болады. Немесе бағанағыдай өткенде панорамираны оң жаққа, сол жаққа апаруға. Немесе бір ғана қайталанған айтымды төменге түсіруге, октава. Шамамен трек дайын. Енді осы тректі сведениеге жіберейік. Ол үшін барлық тректің атын белгілеп алайық. Жасайтын звукорежиссерға ыңғайлы болу үшін. Бәрін атын жазып алғаннан кейін, мышканың сол жақ кнопкасын басып, Ctrl-A-ді басамыз. Бізде автоматикалық түрде бүкіл трек панел белгіленеді, және машинаның суретін басамыз. Машинаның суретін басқан кезде барлық фейдерлар 0-ге және панорамирование 0-ге түседі. Келесі рендерді басамыз. Рендерден Stems Selected Track'ті белгілейміз. Көріп отырғандарыңыздай, бізде 6 трек бар, 6 трек шығады. Мысалға, Browse for Directory. Қалаған папкамызды таңдаймыз. Проекттің атын жазғаннан кейін, қасына қосымша BPM-ді және тональностьті көрсетіп кетіңіздер. Сведение жасайтын звукорежиссерға да ыңғайлы болады. Папканы таңдаймыз. Таңдағаннан кейін файл наамды өшіреміз. Және Will кәртісінің ішіне кіргенде бізде Project Information'да трек таңдаймыз. Тректі таңдадық.
не үшін екенін айтамын қазір. 6 файл осы жерге шығады. Қалаған формат таңдаймыз, WAV, және қалағаныз sampler таңдаймыз. Сонымен render файлын басамыз. Бәрі шықты. Back. Және де master mix дейміз. Ctrl-Z пен қайтадан алып келейік. Барлық панорамированияны, барлық өзіміз жасаған балансты. Және бұл жерге mix жазуын жазамыз. Және master mix таңдаймыз. Бұл жерге mp3 файлын таңдай салсақ болады. Render. Шықты. Back. Тағы да уақытша file new project тапты ашамыз. Бізде бұл проект жабылмайды. Осы проекттің ішінде ғана жұмыс істей тұрайық. Біз жасаған проекттің ішіне кірейік. Көріп отырғандағыңыздай, барлық тректер өзінің атымен шықты. Проектке салып көрейік. Mix не үшін? Егер сіз өзіңіздің кейбір эффекттеріңізді қосқан болсаңыз, немесе звукорежиссерға мен осы жерін осылай жасағанды қалап едім деп, примерно референс вариант ретінде жіберсеңіз болады.